туған өлкем, ең алғаш жүрген кіріміз жуылып, табанымыз топыраққа тиген киелі өлкені өмір сапарымыздың соңғы секундтарына дейін санасын сақтап, келіде құтты туған жерін мақтан тұтатын патриоттары Алакөл ауданының жалын тобы. Қойнауы толған байлық, құшағы тұнған береке, жетісудың жайнап мекені, көбіктік өзендері мен көрікті жазықтарды, байрақ құмдар мен орман тоғайларды төсіне қондырған асқара аспан сүйген Алакөлім. Жау қылышынан кейіп көрмеген кейкі батыр, жоңғардың соңғы қонтайшысы давашыны Қытай асырып басын алған дарабоз батыр Қабанбай қорғаған атақты өлкем Алакөлім. Менделеев естісіндегі элементтерді біріктірген Қызыл Кітапта реликті шағала құсының өлі мыңдаған туристердің демалуына мүмкіндік берген айтылды Алакөлім. Әуе жолы, темір жол, күре жолдардың құралы, мыңдаған автокөліктер, жүздеген пойыз жүйткіп, оңдаған алып қанатты ұшақтар әуежайымызды көкке көтергізіп, екінші Анталияға айналып отырған Алакөлім. Композитор Маргаждар Әбубәкіров, әнші Зейнеп Қойшыбаева, профессор Жұмақан Балапанов, жазушы Әнуар Әлімжанов пен ақын Сәкен Иманасов жырлаған атақты ауданым Алакөлім. Туған елім, гүл елім, қасиетінде білемін, өзіне деп жүремін, лүпілдеген жүрегім.